Assalamu alaikum қазақ елі. Рахмет, халқыма ырзамын. Кеше не бір құттықтаулар, не бір жақсы сөздер айтылыпты, жақсы сөз жарым істеген. Бүгін екі кісінің сұрағына жауап берейін деген. Бірінші дырабылкіңізді көрсетіңізші, қандай дырабылкі дейді. Менде дырабылкі мынау. 50-де 50 бидай мен арпа болып тұр. Мынау ең соңғы арпа, енді 100% бидай қалады. 4 тонна 800 бидай алғам. Ауылдан 2-3 мөшектен арпа алып атырым. Бүгін ешкім енді арпа сатып келген жоқ. Сатып келсе тағы да араластыра берем. Арпа жоқ болса 100% бидайды ұра берем. Енді екінші сұрақ, кеше не үшін тұзды жемге пасайын араластырып беруге болмайды? Себеп, міне, бір күн бергеннің өзінде кіші дәреті де көп, үлкен дәреті де сұйық. Общем, малдың кейпеті кетіп қалған. Тек біреуген емес, 100%-ға барлық мал солай жасайды. Міне, көбісінің шаққан, айран болып өткен, ана қоран тіпті өпші айран болып өткен. Соның үшінен пассайын бере берсеңіз, бұқа жақсы ет алады деп ойламаймын. Енді наоборот, бір айда бір берсеңіз, 1-2 күн осылай іші ағып айран болар. Зато керегін алып алады, өзіне керек тұзын алып алады. Бұйырса ертең бір күндері бұлардың боғы, дәреті қалпына келеді. Енді ол пассайын берілсеңіз, ол жемді жеу үшін, аш қалмау үшін зорлықпен тұз жейді. Сие береді, тұса береді, жүзің болады, әуелі қуығы тұтылады. Соның енді сіз ойлаңыз, сізге пайдасы бар ма, жоқ па? Менің байлағаныма 2 жыл болды, мақтанбаймын. Бірақ мен любой тәсілді, ел мақтаған барлық тәсілдің, естіген, көрген тәсілдің бәрін пайдаланып көргем. Аллаға шүкір, әзірге менің пайдаланып жатқаным ең тиімді, ең ұтымды тәсілдер. Өзімнің сынап көрген. Енді мүмкін сынап көрмеген тәсілдерім бар шығар. Бар болса комментарийға жазыңыздар, айтыңыздар. Оны да сынап көруге мен даярмын. Аман сау болыңыздар.